Наурыз деген көктемнің шыққаны, жылдың деген басы, осы қаламыз деген көркейе берсін. Қала деген жас, баяғы енді деген көне қала қазір жас қала болып жатыр, көп үйлер салынып жатыр. Наурыз келді жеріме, наурыз келді еліме. Бақыт балық тілеймін бүкіл қазақ еліне. Наурыз деген көктем мерекесі, ол ұлыстың ұлы күні мейрам құтты болсын. Наурыз қыс кетіп, жаңа көктем, жаңа жыл, ол қазақтың ұлыстың ұлы күні. Наурызда бәрі шаттанып, жер қарайып, қызғалдақтар шығып өте жақсы болады. Наурыз мейраммен құтты болсын. Көңіл тербетер халық әндері, ауыл-ауыл болып тігілген әдемі киіз үйлер, қазақы ұлттық нақыштағы киімдер мен ыдыс-аяқтар, қоңыр үнді күмбірлеген қара домбыра өнері, дәмі таңдайдан кетпейтін ұлттық тағамдар, оның ішінде әлбетте 7 түрлі тағамнан дайындалатын көжеміз, жұмсақ бауырсақ, қуырдақ, ыстық палау мен кәуап, түрлі ұлыстардың билері бір арнаға тоғыса келіп, ұлыстың ұлы күнін айшықтай түсті. Бүгін міне ұлыстың ұлы күні, наурыз күні, біздер ауған соғыс ардагерлері міне киіз үй тігіп, сол жаңа өзіміздің қонақтарды қарсы алып отырық. Бұл енді киіз үй мына өсіп жатқан жастарымыз өзіміздің қазақ дәстүрін білсін деп, осы қазағымыздың қалай өмір сүрген білсін деп, осы қазақи ішінде бәрін орналастыруға тырыстық. Ішінде жаңағы қазақи терілер, қазақи бесіктер, солдар сондайларды қойып жатырық біз сандықтарды. Сондықтан бүгін ұлыстың ұлы күні бүкіл Қазақстан халқын, бүкіл Ақтөбе халқын осы үйлерінде береке бірлік, үйлерінде бақыт, отбасыларына тек қана қуаныш болсын деп тілеймін. Арқан тартысып гір көтерген ересектер, асық атып ойнаған балалар көңілдерін бір көтеріп алды. Өз бастауын сонау 6 ғасырда Ахеменид патшалығынан алатын ұлы мереке араб елдерінен бөлек күллі түркі әлемде ірі көлемде аталып өтіледі. Астрономиялық күн күнтізбесімен есептелетін жыл басы наурыздың 21-нен 22-сіне қараған түні кіретіні хақ. Жұлдызнаманың бірінші белгісі тоқтының басталуымен сәйкес келетін наурыздың парсы тілінен тікелей аудармасы жаңа күн дегенді білдіреді. Жаңа күнді ежелгі түркі тілдес халықтардың сенімі бойынша барлық қателер кешіріліп, өмірді жаңа парақшамен жалғастырған абзал. Бүгінде бұл мереке отбасы мерекесі деп те, түрлі ұлыстардың басын біріктіретін ортақ мейрам деп те саналады. Соңғы кездері бұл мереке наурыз айының 21-нен 22-сіне қараған түні өткізілетін от шашумен де ерекшеленіп келеді. Айта кетейік, наурызды тойлық 14 наурызда амал күнмен немесе басқаша атауы көрісумен басталды. Биылғы наурыз барлық отбасыға қуаныш әкеліп, армандарды орындайтын мереке болсын деп тілейміз. Мейірлан Алтынбек, Сергей Калашников, Тәулік.